Сәлем достар. Бұл видеода өздеріңіз байқағандай мынандай бас киім тоқып үйренгіңіз келсе, бізбен бірге соңына дейін болып бірге тоқиық. Бұл бас киім 56-58 размер. Қыз бала, ұл бала барлығына бірдей кетеді. Және де ерекшелігі, қысқаша айтып кетейін, бұл айналдыра емес, көлденең алып тоқылатын бас киім өте оңай. Енді тоқып үйреніп жүргендер болса, осы бас киіміне бастасаңыздар болады. Бір жағынан жақсы үйренесіздер, екінші жағынан сондай көлемді дейді ғой, көзге көрінетін нәрсе тоқып үйренесіздер. Ол үшін бізге әрине жіп керек. Мендегі жіп Alize Lana Gold деген. Бұл жерде 50% акрил, 50% шерсть деген, яғни жүн 51 мен 49 деп тұр. Номері түсі 522. Бір сондай моток кетті, бір жіп. Одан қалғаны міне осы ғана қалды бас киімнен. Егер бұдан кішкентай қылып тоқитын болсаңыздар, әрине көбірек қалады. Егер үлкен, енді 58-ден үлкен болмайды, бұл созылады, жер жақсы созылады. Бір қабаттап киюге болады, немесе былай бейне дейді ғой, жастар жақсы көреді. Мысалы төбе жағы сондай жеңіл болған, түсіп тұрғанын. Тағы да бізге қайшы керек, ілмек, номер 3,5 спицы керек. Менде 3,5. Мына жерде көбірек айтылады, бірақ мен кеңес берер едім ондай үлкен алмауға. Неліктен? Өйткені бізде тоқылған кезде бұйымыз әдемі жатпайды ілмектері. Мысалы 4 десе мен 3,5, кейде 3 аламын. Сол кезде олар әдемі жатып тоқылады. Мына жіпте, мына жібінің сыртында 4 пен 6 деп айтылған. Сондай. Сіздер бұл бас киім тоқу үшін ұзын спиц алсаңыздар болады, бірақ маған лескідегі ұнайды. Және де метр керек. Енді бірге тоқып шығайық. Енді мына жерде ілмекпен аламыз. Егер спицім сондай жуан болса, мен біреуін ғана алған маған жеткілікті. Осындай ілмекті 50 данасын іліп алу керек. Енді үйреніп жатқандарға көрсетіп жатырмын. Егер сіз ала алатын болсаңыз, видеоны айналдырып жіберсеңіз болады. Алып болдық. Енді бірінші қатарды жай тоқып шығамыз. Бірінші ілмекті іліп алдым, тоқымадым, екіншісінен бастап. Бергі беттен ілу арқылы тоқи бастаймыз. Бұл оң. Қалай айналдырсақ та тек қана оң қылып тоқып отырамыз. Осылай соңына дейін тоқиық. Тоқыдық. Екеуі ғана қалды. Біріншісін жай шешіп аламыз. Екіншісінен үнемі солай болады. Тоқуда тек қана біріншісі тоқылмайды. Яғни енді бастасақ. Жай көрсетіп жатырмын, бер жағынан іліп арқылы бас киіміміздің басынан аяғына дейін тек қана осылай тоқылады. Соңғы 10 ілмекті тоқымаймыз біз. Мына жерде 10 санап аламыз, соған дейін. Міне 10 данасын қалдырдым ілмектің.
айналдырдық. Жібімізді бер жаққа өткізіп, біріншісін тек қана шешіп аламыз. Шешіп алдық. Жібімізді ортасынан, байқасаңыз ортасынан өткізу керек. Және де тоқуды жалғастырамыз. Сонда әр қайтып келген сайын бір-бір ілмектен қысқартамыз. Егер шатас алам десеңіз, маркер іліп қойсаңыз болады. Қайта бұл жерде шатасу мүмкін емес, өйткені көрініп тұрады қай жерден тоқтағанына. Іліп отырамыз осылай. Соңына дейін тоқиып. Соңғы ілмекті оң қылып тоқып отырамын. Қазір мына жерде тағы қарайық, қалай жіп қалай тұратыны. Яғни бергі беттен шығардық, ортасынан жіпті өткіземіз сонда. Бер жағынан. Бұл жерде де байқасаңыздар, ешқандай өзгеріссіз, яғни оң қылып тоқып отырамыз. Өте оңай. Осы бір тәртіпті үйреніп алсаңыздар болғаны. Егер кішкентай балаларға бас киім осындай әдіспен тоқығыңыз келсе, онда 5-4 сондай бас жағындағысын қысқалау қылып аласыздар осы жерін. Міне келдік. Ортасында көрініп тұр біздің тоқымамызды қайырған жер. Қазір мынаны тоқып жіберейін. Міне осы жерден тоқтатқанбыз. Енді 9-шысын аламыз. Мына жерден қысқартамыз. Іліп алдық. Енді айналдырамыз тоқымамызды. Кейін қарата іліп аламыз бірінші ілмекті. Ортасына жіпті өткізіп, жалғастырамыз тоқуды. Кейінгісінде 8-ші, 7-ші, сөйтіп соңына дейін тоқимыз. Ол бір рапорт болады. Ал керекті ұзындық болғанша, осындайдан бірнешеуін тоқуға болады. Міне тесігі көрініп тұр. Яғни осы жерден біз айналдырдық деген білдіреді. Өстіп соңына дейін тоқып шығамыз. Міне соңғысы мына жерде тоқылып, яғни бір рапорт дейді, бітірдік. Қайтадан солай тоқи бастаймыз. 10 ілмек қалдырамыз. Сөйтіп тоқи бастаймыз қайтадан. Дәл соны қайталаймыз. Етегім міне осындай болып тұр. Бірінші ілмекті әрдайым тоқымай шешіп алатын боламыз. Және де оң тоқи бастаймыз. Яғни ілмектің бергі бетінен алу арқылы тоқып отырамыз. Етегіне келдім. Етегінде ұшына келдік. Яғни оң қылып тоқимын. Қазір мұқият болса, қалай алатыны жіпті. Біріншісін іліп аламыз да, жіпті ортасынан жібереміз. Ар жағынан емес. Өйткені қисайып кетеді. Міне осылай. Кейін ұшына келген кезде бас киімнің бас жағына 10 ілмек тура сөйтіп қалдырамыз. Айналдырдық. Бірінші ілмекті шешіп аламыз. Осылай тоқу арқылы әр қайтып келген кезде бір-бір ілмектен қысқартып отырамыз. Өздеріңізше қайталаңыздар өстіп. Міне достар, мына жерде бітіріп, енді көрейік, өнеріңізге шықтан 7 шықты. Сіздер де көресіздер, өздеріңіз өлшеп, қазір өлшеу жағынан көрсетем. Ол үшін метрімізді алып, тоққан бұйымды сәл тартамыз. Сол кезде басымызда қатты бос емес, керекті размер шығады.
осылай түзеулі. Қатты тартып жібермеңіз, өйткені басымызға тығыз болып қалуы мүмкін. Қысады да басымызды. Сондай болып қалмау үшін қатты тартпаймыз. Менде 59 тартқан өзінде. Енді мына жерден тігіп шығамыз. Инемен керекті ұзындықты алып қаламыз да. Енді егер инеміздің басы кішкентай болса, ал жібіміз жуандау болса, қазір не істеуге болады? Кәдімгі моток жіпті алып, бірінші соны кіргізіп аламыз. Екеуінде мынандай болу керек. Мінекей. Енді тоқыма жібімізді алып, ортасынан кіргіземіз мына жерден. Осындай болғаннан кейін енді тартып алсақ болады. Мінекей. Енді тігіп шығайық. Инемен қосып тігіп шықтым. Екі жағын қосып. Енді мына тесікті жабамыз. Ішінде жібі бар. Мынау қысқасы ұзындау қалдырғанмын. Мына жерде кедергі етпеу үшін бүйтіп қыстырып қоюға да болады. Шығарып аламыз. Кішкентайын қырықпай тұрып, бірінші ілмекпен ұштарын өткізіп тығып шығу керек. Егер бірден сол жерден кесетін болсаңыздар, уақыт өте келе ол сөгіліп кетуі мүмкін. Сондықтан бірінші қырықпай жатып, бір-екі рет өткізіп аламыз. 1-2 сантиметр десе болады. Әдетте мен көрсете бермеймін, қалай тығуға болатынын. Мүмкін бәрі білетін шығар деп. Бұл видеода сіздерге жақсылап көрсетейін. Кейінгі бұйымдарды да өстіп ұштарын тығуға болатын. Міне өрнектің ізімен келе жатырмын. Енді ұзындау ұшын ілмекпен алу арқылы айналдыра алып шығу керек. Және де арасын ұзақ-ұзақ алмаңыздар. Небәрі жақын алға дұрыс, сол кезде тесігі қатты білінбейді. Тігісіне қатысты айтып кетейін деген, каналда снудты қалай тоқыған қатысты бар. Ол жерде мен инемен емес, ілмекпен екеуін қостым. Соны көрсеңіздер болады. Маған көбінесе сол ұнады. Инемен мына жерде уақыт болмағандықтан бас киім иесіне керек болды, өйткені күн суып кетті. Сондықтан уақыт болмады оны сөгіп қайтадан істеуге. Сонда инемен ғана қостым. Арасы кішкене көрініп қалды десе болады, қосылған жері. Ал ілмекпен аса көрінбейді. Міне жақсылап тартамыз, тесік болмау үшін. Жаңағыдай ұштарын қырықпай жатып, бірінші жүргізіп аламыз. Біріншісін ілмекпен байлаймыз десе де болады. Міне байланды, енді тығып шығамыз. Егер сіздерде осы мастер-класспен бас киім тоқып шықсаңыздар, астында Instagram тұрады, соған жіберсеңіздер болады. Маған қызық болатын еді, әр видеомда айтамын. Өйткені осы мастер-класспен қалай шыққан, мүмкін сіздерде әдемірек шыққан шығар. Жіберсеңіздер болады суретін. Жазылыңыздар біздің каналға, бөлісіңіздер таныстарыңызбен, егер біреу енді тоқуды үйреніп жүрген болса. Үш 5 сантиметр жеткілікті болады ұшын өсіп өткізу. Мінекей, бітірдік енді бас киімді.
Былай әдемі шықты. Бұл теріс беті. Оң қаратамыз. Рахмет біздің каналға кіргендеріңізге. Сау болыңыздар.